Дешті Қыпшақ даласындағы жаугершілік заманда египеттік саудагерлер 6 жасар бала бейбарысты тұтқынға түскен құлдардың қатарында Мысыр еліне айдап алып кеткен. Бойындағы айрықша айбатының арқасында назарға түсіп, Мысыр сұлтаны Аюби оны өзіне хатшы қылып тағайындайды. Бейбарыс басқарған Мәмлүк елінің әскері моңғол басқыншыларымен күрес жорығына мықтап тойтарыс берді. 1260 жылы Құтыз сұлтан қайтыс болып, таққа бейбарыс отырады. Сөйтіп, құлдықтан қайраткершілікке деген көтерілген ұлы бабамыз Мысырдай ару елді 17 жыл билеп, әрі араб елін сақтап қалған. Ол әуелі Алтын Ордамен байланысын нығайтқан. Өз дәуірінің озық үлгісімен зәулім ғимараттарын тұрғызып, көптеген мешіттер мен қорғанды қамалдар салды. Соның бір айғағы көне Қырын төбегінде орын тепкен Өзбек ханның мешіті жанындағы 13 ғасырдың 70 жылдары Бейбарыс сұлтанның тапсырысы мен қаржысына салынған көне мешіт. Бұл мешіттің сыртқы келбетінің ұлы уақытының тегін қозғаса да, тасқа қашалып қалған қолтаңбасы талай құнды деректерді шешеді.